Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біздің Дәуке көкпар клубы жүйелі түрде жұмысын бастап кеткен болатын, естеріңізде болса, тамыз айында. Қазір көптеген қонақтар клубымыздың мүшесі болды. Соның ішінде өздеріңізге белгілі Бұлғар қолғап шебері, профессиональный боксер ұлдарыңыз, өздеріңіз халықтың алдында жүрген Ербосынұлы Айдос деген бауырымыз осында клубымыздың мүшесі. Ол 13 жекпе-жек өткізіп, соның 8-інде нокаутпен жеңген. Оның сыры не деп ойласаңыздар, ол осы аттың үстінде көп шынығады. Атқа мінген қазақ, өздеріңіз білесіздер, рухтанып кететін ақиқат. Сондықтан атқа мініңіздер, атқа мінуге шақырамыз. Ассалаумағалейкум, алаш елі. Міне Дәуке көкпар клубына келіп, қазақтың тарихы тереңде жатқан Қарабайыр қазанатын мініп көкпар тартайын деп жатырық. Осында Дәуке көкпар клубқа жиі келіп, достарымызбен ойын ойнап тұрамыз. Жалпы жылқы десең, қашанда қазақ десең, жылқы еске түсетін анық қой. Және біздің батыр бабаларымыз осы қазақтың Қарабайыр атымен бір кездері бүкіл әлемді жаулап алып десек, артық айтқанымыз емес. Енді мына сөздер бекер қалмайды ғой. Қазақтар қолына найза алып жауға шапқан, іш пысқанда атқа мініп көкпар тартқан деп. Сондықтан біз де ішіміз пысып міне көкпар тартпақшымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз Дәуке көкпар клубынан бұл жерге нағыз қазақтың батыр жігіттері келеді. Неге десеңіздер, қазір біз көкпар тартамыз, жай ғана емес, патенттелген, арнайы сондай муляж жасалған. Сол муляжбен осы жерде палуандармен қазір сайысамыз. Көріп тұрсыздар міне? Көкпар клуб, бұларда ЖКЛ өздерінің жеке жастар көкпар клубының лигасы бар. Сол себепті бұндай чемпиондар тәрбиелейтін жерге міндетті түрде Алматының төріне, Алмалы жаққа келіңіздер, және де көкпар ойнаңыздар. Нағыз ана, мына көкпарға білек керек, сосын саусақ керек. Саусақ кетті. Көріп тұрсыздар, нағыз палуандар қатысып жатыр мына жерде. Негізі еркектің қаруы қолында, бірақ ең басты қару ашу келгенде соны тізгіндей білген қару. Міне аздап жаттығу жасап жатырмыз. Енді бәрі де туасап көкпаршы болып кеткен жоқ қой. Біз де өз жаттыға бәлкім көкпаршы болып кетерміз, көреміз енді. Құрметті достар, біздің клубымыздың ең жас бүгінгі палуаны болып тұрған Мағжан палуан, Мағжан Шойбек, назарларыңызда. Бұл жігіт өзі 11 жасында интернет желілеріне видеосы тарап кетіп, адамдар қызығып та, сынап та қараған кездері болған. Жап-жас палуан көкпар шаптырып деп, жас емес пе әлі деп. Біреулер де сүйсініп те қараған ол туралы таң қалып, тамсанып, ризашылығын білдірген сәттерде болған. Мағжан клубымыздың ең жас қонағы. Мағжан палуан өзінің пікірінде айтып жібер. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен осы Дәуке көкпар клубына келгенімде өте қуаныштымын. Бұнда өз тәжірибемді әрі нақтылай жинап, еңкеу тәсілдерін біраз үйреніп ала аламын деп сенемін. Қазіргі таңда команда көкпар шабуға бері байлап отырмын. Өзімнің де қызығушылығым артып отырады. Сол үшін сіздерді Дәуке көкпар клубына шақырамын. Мынау тілміз қой. Бірінші салымның егесі 13 жасар Мағжан палуан. Қазақта сөз тегін емес, 13-те отау иесі деген. Салым оңай салдым деп ойлаймын. Мағжан тарт. Бастыңға,
Міне қазір ғана бірінші тайм аяқталды. Таймның басында 4-0 есебімен ұтылып атырып, қазір міне ойынның соңына қарай есепті теңестірдік, яғни бірінші таймның соңына қарай. Қазір енді Алла қаласа екінші таймда жеңіске жетеміз деген үміттеміз. Данияр ағамызға Алла разы болсын, осындай керемет жерді ашып, нағыз қазақ азаматтарына осындай жанашырлық танытып атқанына. Етікпен су кешпесін, атаман болсын, ауыздықпен су ішпесін дейміз. Қазақтың жігіттері, жүрегінде түгі бар жігіттеріміз қашанда аман болсын. Көкпар Дәукей клубы жасай берсін. ЖКЛ жасай берсін дейміз. Уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қош сау болыңыздар.